такси қызметінде жүрген ол қауіпті ғой. Ол күні түні рисковать еткісі келмейді. Оған жаңағы шығынын өтеп бергісі келмейді. Өйткені такси қызметінде жүргеннен кейін сен бір ай болмаса да жылына бірнеше рет жаңағы жол көлік оқиғасы болуы мүмкін. Сондықтан да олар осындай пунктті қосып қойған. Сөйтіп біздің талай азаматтарымыз каска сақтандырады ғой деп хабарласқан кезде жаңағы сіз такси Яндекс немесе индрайверге тіркелген, сондықтан да бас тартамыз деп талай ұрынып қалды. Мысалы мен қалай, бұл жерде әділетсіз, мен қалай индрайверге тіркелмеймін? Мен мысалы Семейге, Алматыға жүрем кейде. Жалғыз жүріп бара жатқан кезде мен құр жүрмеуім керекпін. Попутчик алып кетуім керекпін. Сол мақсатта мен индрайверге тіркелем. Сіз де тіркелгенсіз. Ал егер де алда-жалда мен көлік алып осылай тіркелген болсам, каска мен сақтандырудан бас тартады. Сондықтан да бізде көлік алған кезде азаматтар жалпы мына келісімшартты мұқият оқу керекпіз. Енді түсінемін. Бізде қазір келісімшартты оқысақ түсінбейміз. Бірақ бір заңгерлерге сол саладан кішкене білімі бар азаматтарға мұқият оқып алмаса, өте біз егер сотқа берген жағдайда да сіз ұтылып қаласыз. Өйткені жаңа келісімшартта анық жасалған. Жаңағы айтып жатқаным сол, сізге де айтарым, лизингке көлік алатын кезде екі жақ, үш жақ келісімшартқа отырасыздар. Осы кезде келісімшартты мұқият қарап алмасаңыз, осындай мәселелер өте көп болады.